Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз 5-ші сыныпқа арналған Students Book кітабының 24-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Vocabulary exercise number 1, complete the adjectives-ін есімдермен толықтыр дейді. Spain is a great country. Испания керемет ел. Біріншісі, golf is unpopular use young people. Гольф жастар арасында танымал емес. Екінші сөйлем, a Jaguar is an expensive car. Ягуар қымбат көлік. Алматы is an interesting city. Алматы қызықты қала. Төртінші сөйлем, I think that hip-hop is a difficult dance. Менің ойымша хип-хоп қиын би. Бесінші сөйлем, salsa is very popular in South America. Сальса оңтүстік Америкада өте танымал. Алтыншы, dominoes is an easy game. Домино оңай ойын. Pizza is a cheap meal. Пицца арзан тағам. Exercise number 2, complete the sentences with the words in the box. Коробканың ішіндегі сөздермен сөйлем құрастыр дейді. TV program, TV программа, animal, жануар, game, ойын, team. Команда, singer, әнші, sport, food, тағам. Color, түс. Енді осы сөздермен сөйлем құраймыз. What color is your car? Сенің көлігіңнің түсі қандай? It's red. Қызыл. Бірінші сөйлем. Tom Raider is a fantastic game. Tom Raider фантастикалық ойын. Екінші сөйлем. My favorite food is pizza. Менің сүйікті тамағым пицца. Үшінші сөйлем. Ордабасы Шымкент is a great team. Ордабасы Шымкент тамаша команда. Төртінші сөйлем. Who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? Риана. Бесінші сөйлем. Is rugby a popular sport in Kazakhstan? Регби Қазақстанның танымал спорты ма дейді. Алтыншы сөйлем. Your cat is a dangerous animal. Сенің мысығың қауіпті жануар. Жетіншісі, my favorite TV program is The Simpsons. Симпсондар менің сүйікті TV программам. Exercise number 3, complete the sentences with affirmative and negative forms of be. Біз to be формасының болымды және де болымсыз түрлерін жазып шығуымыз керек. Яғни бізде птичка тұрған жерлер болымды түрлерін, x тұрған жерлерге болымсыз түрлерін жазуымыз қажет. Біріншісі, the music club is on Tuesdays. Музыкалық клуб сейсенбіде дейді. Бірінші сөйлем, it isn't an easy language. Бұл тіл жеңіл емес дейді. Екінші сөйлем, I'm interested in photography. Мен фотосуретке қызығамын. Үшінші сөйлем, my friends aren't interested in team sports. Менің достарым командалық спортқа қызығушылық танытпайды. Ербол and I are in the drama club at school. Ербол және мен мектептегі драма клубындамыз. Бесінші сөйлем, I am not in the school basketball team. Мен мектептегі баскетбол командасында емеспін. Алтыншы сөйлем, no, Maria isn't from Moscow. Жоқ, Мария Мәскеуден емес. Жетінші сөйлем, you are very good at chess. Сіз шахматта өте жақсысыз. Exercise number 4, read the words and write questions, then write true short answers. Сөздердің орнын ауыстырып, сұрақ құрастырыңыз дейді. Одан кейін осы сұрақтарға қысқаша жауап беріңіздер дейді. Мысалы, are you in a club at school? Сен мектеп клубындасың ба? No, I am not. Жоқ, клубында емеспін. Бірінші сөйлемді оқимыз. Are you good at sport? Сіз спортқа жақсысыз ба? Егер сіз спортқа жақсы болсаңыз, yes, I am. Егер жоқ болса, no, I am not деп жауап береміз. Екінші сөйлем. Is your name Руслан? Сенің атың Руслан ба дейді. Егер сіздердің аттарыңыз Руслан болса, yes, I am деп жауап бересіздер. Ал егер аттарыңыз басқаша болса, no, I am not дейсіздер. Үшінші сөйлем. Is basketball popular at your school? Баскетбол сенің мектебінде танымал ма дейді. Егер
танымал болса yes it is, танымал емес болса no it isn't деп жауап береміз. Төртінші сөйлем. Are your friends interested in drama? Достарыңыз драмаға қызығушылық танытады ма деп сұрайды. Yes, they are. Қызығушылық танытса, қызығушылық танытпаса no, they aren't. Бесінші сөйлем. Is your best friend from Italy? Сенің ең жақын досың Италиядан ба деп сұрайды. Егер ол Италиядан болса, yes, he is. Ал егер ол жоқ, Италиядан емес болса, no, he isn't деп жауап береміз. Алтыншы сөйлем. Are you and your friends good at sport? Сен және де сенің достарың спортта жақсы ма дейді. Exercise number 5. Complete questions 1 till 6 with the words in the box. Then match the questions with answers A till F. Ең алдымен 1-ден 6-ға дейін төменде көрсетілген сөздерді пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Сұрақтарды құрастырып болғаннан кейін төменде көрсетілген A-дан F-ке дейінгі сөздерді пайдаланып сол сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ. Where is Tony from? Тони қай жерден дейді. Жауабы Римнен. Екінші сұрақ. Is Mary Jones the new drama teacher? Мэри Джонс жаңа драма мұғалімі ме деп сұрайды. Жауабы yes, she is. Үшінші сұрақ. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай деп сұрайды. Таэквондо. Төртінші сұрақ. Who's your best friend? Сенің ең жақын досың кім дейді. Питер Грин. Бесінші сұрақ. Are the new students from Brazil? Жаңа студенттер Бразилиядан келді ме? No, they aren't. How old is Бақыт? Бақыт қанша жаста? Жауабы 13. 13. Exercise number 6. Complete the dialogue. Диалогты толықтыр дейді. Man, what's your name, please? Сенің есімің кім дейді. Sheila Stephens. Can you spell that, please? Оны әріптеп айтып беріңізші дейді. Sheila жауап беріп жатыр. Yes, it's Stephens дейді. Мен сұрақ қойып жатыр. What's your phone number? Сіздің телефон номеріңіз қандай дейді. Келесі сөйлемде Sheila жауап беріп жатыр. It's және сандарды айтады. Man, great. Welcome to the sports center. That sport are you interested in? Тамаша. Біздің спорт орталығымызға қош келдіңіз дейді. Сізге қай спорт түрі қызық дейді. Sheila жауап беріп жатыр. Climbing. Өрмелеу. Man, the climbing club is on Saturday at 2 o'clock. Альпинизм клубы сенбі күні сағат 2-де дейді. Sheila, thanks. Рахмет. Listening. Тыңдалым. Exercise number 7. Listen to Caroline and Billy. Choose the correct words. Каролин мен Билliді тыңда, одан кейін дұрыс сөзді таңда дейді. Бірінші сөйлем. Caroline is 12 years old. Каролин 12 жаста. Екінші сөйлем. She is in a basketball club at school. Ол мектептің баскетбол клубында дейді. Үшінші сөйлем. The club is on Thursday. Клуб бейсенбі күндері дейді. Billy. Billy is 11 years old. Billy 11 жаста. The photography club is at 5 o'clock on Wednesday. Фотосурет клубы сәрсенбі күні сағат 5-те. Алтыншы сөйлем. The club is cheap. Клуб арзан.